Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі күндері іш өтуі жиілеп кетті. Осыған орай үй жағдайында іш өтуін емдеуге арналған қарапайым емдеу әдістерімен бөлісемін. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Сіз қандай жағдайларда іш өтетінін білесіз бе? Тамақтан не химиялық дәрілерден уланғанда, ішектің вирустық қабынуында, бактерия жұққанда, жұқпалы қоздырғыштардан, ішек жолдарының өспелерінен тағы да басқа әртүрлі себептерден іш өтеді. Ал оның көптеген емдеу жолы бар. Назарларыңызға іш өткенде дәрі іздемей-ақ үй жағдайында емделудің жолдарын ұсынамын. Біріншісі, 1 стакан салқындатылған қайнаған суға шай қасық тұзды араластырыңыз. 2 жұтым ішіңіз және 1 сағат күтіп процедураны қайталаңыз. Екіншісі, қою қара шайға бал қосып ішіңіз. Лимон тілімін салуға болады. Үшіншісі, 1 кесе күрішті тұзсыз суға қайнатып бұқтырыңыз және күніне 1 мезгіл жеңіз. Емдеу мерзімі 3-5 күн. Төртіншісі, диареяға арналған қара бұрыш. Қара бұрыш тітіркенген ішекке микробқа қарсы және күшейтетін әсерге ие. Кейбір жұқпалы агенттерден арылуға көмектеседі. Оны асқазан мен ұйқы безінде проблемалары жоқ кез келген адам пайдалана алады. Қара бұрыш асқазанның қабырғаларын тітіркендіретінін есте ұстаған жөн. Қара бұрышты қабылдау рұқсат етілмейді, яғни анемиямен ауыратын және бүйрек ауруымен ауыратын адамдарға және 5 жасқа дейінгі балаларға мұндай емдеуге болмайды. Оған қара бұрыш түйірін шайнамай жұтып 1 стакан сумен ішу ұсынылады. Бұрышты түнде қабылдаған дұрыс. Ол ішек жұмысын қалыпқа келтіретін ферменттердің өндірісін ынталандырады. Балалар үшін дозаны 2 есеге азайтыңыз. Іш тоқтамай өткен кезде еменнің қабығын талқандап, 1 кесе қайнаған суға салып, оған 1 шай қасық тұз қосып, 1 сағаттай демдеу керек. Дәрі дайын. Осы дәріні әр 2 сағаттан аз қасықпен ішуген дұрыс. Келесі күні іштің өтуі тыйылады. Көкемарал душица гүлінен 10 грамм алып 300 грамм суға қайнатып, демдеп шай орнына ішу керек. Осы әдіспен емдеуді таңертең бастаса, кешке қарай іштің өтуі тоқтайды. Бұл емдеу әдістердің қай-қайсысы болса да, үлкенге де кішіге де денсаулығына зиян тигізбейді. Сіздермен бөліскім келгені осылар еді достар. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Олай болса каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Келесі видеоға дейін аман сау жүріңіздер. Ем болсын, ауырмаңыздар.